Сәлем достар, сіздерді таңғалдыруға дайынмын. Күн сайын біз сеніп жүрген нәрселер шын мәнінде мүлде басқаша болып шығуы мүмкін. Кейбір нәрселерді біз дұрыс деп білеміз деп ойлаймыз, бірақ ғылым оларды теріске шығарады. Бүгін сіздің өміріңізді өзгертетін қызықты факттер айтамын. Кейін өзіңізден мен осы күнге дейін қалай білмедім деп сұрайтын боласыз. Факт 1. Сіздің миыңыз сізге өтірік айтып жатыр. Бір нәрсені ант білем деп ойлайсыз ба? Шындығында сіздің миыңыз кейде ойлап тапқан естеліктерді шынайы оқиға деп қабылдайды. False memories деген термин бар. Басыңыздан өткерін деген оқиға шын мәнінде болмаған. Ғалымдар адамдарға тест жасап көрген. Олар өмірлерінде көрмеген жерлерін, кездестірмеген адамдарын есте сақтадым деп сенімді түрде айтқан. Сонда миыңыз бізді алдап жүрме? Факт 2. Адам денесіндегі ең шыдамды бұлшық тіл. Адам ағзасында ең мықты бұлшық қайсы деп ойлайсыз? Көпшілігі қол, аяқ немесе жүрек деп ойлайды. Бірақ сіз күні бойы қимылдап, тіпті шаршамайтын бір бұлшықты байқамайсыз. Бұл сіздің тіліңіз. Тіл ешқашан шаршамайды. Ол бірден қалпына келеді. Сол үшін біз таңнан кешке дейін сөйлей береміз. Егер сіз күні бойы жүгірсеңіз, шаршайсыз. Бірақ күні бойы сөйлесеңіз, шаршамайсыз. Факт 3. Сіз өзіңіздің нағыз даусыңызды ешқашан естімейсіз. Сізге біреулер сенің даусың жазбада басқаша шығады деп айтқан шығар. Шын мәнінде сіз өзіңіздің шынайы даусыңызды ешқашан естімейсіз. Біз өз даусымызды сүйек арқылы естиміз. Ал микрофон немесе жазба арқылы естіген кезде біз үшін ол бөтен адам сөйлеп тұрғандай болады. Факт 4. Құлағыңызды жауып тұрсаңыз да, ми сыртқы дыбыстарды ести береді. Музыка ойнап тұр. Сіз құлағыңызды жаптыңыз, бірақ әуен әлі естіліп тұр. Бұл қалай мүмкін? Бұл қиялдық дыбыстар деп аталады. Егер сіз кенеттен бір әуенді естісеңіз, ол сіздің басыңызда ғана ойнап жатыр деген сөз. Факт 5. Ең жылдам ұшатын жануар сұңқар емес. Жердегі ең жылдам құс сұңқар, бірақ ең жылдам ұшатын жануар ол емес. Бұл құтырық жарқанат. Brazilian Free-tailed bat. Сұңқар 389 км/сағат жылдамдықпен құлдилай алады. Бірақ жарқанат горизонталды түрде сағатына 160 км жылдамдықпен ұшады. Яғни, өз күшімен осындай жылдамдыққа жетеді. Қорытынды. Интерактив. Бұл факттер сіздерді таңғалдырды ма? Тағы да шок факттер білгіңіз келе ме? Олай болса лайк басып, комментке тағы да керек деп жазыңыз. Ал ең қызықты комменттерді келесі видеода шығарамын.